10 миллион 20 миллион ақша керек болатын болса, содан кейін кәсіпкерлер, динозаврлар жаңағы сияқты кім клиент ұстап алды, сол король. Завод, фабрика деген былай. Сол кезде сен бұл саланың экспертімін деп айта аласың. Ұста, жаңа бірінші қол қыз қай қызға тиді? Қай қыздың дауысы шықты, шыңғырған. Да, аттың 8-ін тез айтып береміз. Өтініш, аймақтыққа отырғандарда әрқайсыларың сұрақ маған қойып жатыр дейсіңдерді, қағазға қарамаймыз. Қағазға қарамаймыз, миымызды жұмыс еткіземіз. Бізді алға апаратын бірақ құрал, бізді адам қылатын бірақ құрал, ол біздің миымыз. Қарындас, давай кеттік. Бірінші. Сәлеметсіз ме? Бірінші біліктілік. Біліктілік деп нені айтамыз? Өзің біліп тұрған нәрсеңді жасау. Жақсы, саудада, мысалы, саудамен айналыс, баланың киіммен айналысу үшін нені білуіміз керек? Маған сұрақ қойып отыр деп, әрқайсысын жауап беріп отырмын іштен. Оның сапасын. Өзің қолымен көзіп сапасымен біле алатын не болу керек. Екінші сұраныс. Жоқ, жаңағы біліктілімін деп баланың киіммен айналысу үшін сапасын ғана білсең, сен экспертсің ба? Эксперт емессің, әлі жеткіліксіз. Тағы не білу керек? Маған айтып жатыр, іштен жауап беріп отырыңдар, айтыңыз. Давай, шығамыз былай қарай. 50 отырып, рет отырып тұрамыз. Айтым ғой, қағаз қарамайыз. Құрған ет тыңдағаннан ішінен кетпейді, айналайын. Құрған ет тыңдағаннан. Аяқты екі жаққа қарай бүйтіп қоясыз. Бұлай, оң кейін үйренесіз, хотя бір пайдалы нәрсе. Дұрыс приседание жасап отырып тұрды. Вот, аяқ жоқ, тізе екі жаққа қарай кету керек. Тізе мына аяқтың басына қарай. Тізе бұлай емес, тізе бұлай. Кеттік қарынды, давай, бауырым. Бірінші біліктілік, ол сол салада жүргендігің, сол уақыт... Жоқ, заттың сипаттамасын білесің, тағы нені білуің керек? Заттың сипаттамасы... Пайдасын білесің? Пайдасын қалай білесің, пайда қалама жоқ па? Пайда қалатын ол өзінің саған қалатын несін білесің? Қалай білесің оны? Шығамыз. Қол көтереміз. Жас құр елу рет, на совесть өздерің ар ұятыңа. Аяқты екі жаққа дұрыс отып жаққа кішкене айтасың, тізең былай қарай кетеді. Өзің орындыққа отырған сияқты. Алдымен мына артқа қарай кетіресің, көрсет. Давай, айт. Бірінші заттың қайда өндіріледі, сапасын. Өзіндік пайда қала ма, қалмай ма, қалай білеміз? Өзіндік пайда қалады, қалмайтын. Заттың қаншаға сатып алғанын, қаншаға сатасың, арасында қанша маржа қалғанын білуің керек. Екінші, тағы не білу керек үшінші? Үшінші, сұраныс. Жоқ, сұраныс бөлек. Экспертпін деп мұқият тыңдаңыздар. Басты көтеремізді тыңдаймыз. Экспертпін деп қай уақытта айта аласың? Ең алдымен затты көрген кезде, кеш айттым ғой, мына туфли, баланың киімі. Мынанша тұрады, мынандай вискоз, полиэстер, 50% полиэстер, шерсть деп киімді анықтай алсаң, сапасын анықтай алсаң, экспертін деп, ол бірінші шарт. Екінші шарт, мынау 7000-ға сатам, 3000 теңгеге алам, реклама анауға кетеді, 2000 теңге бір немеден қалады деп анық айта алсаң, білесің. Үшінші нені білуің керек? Үшінші, қай жерден алу керек екенін, қай жерден алуға болатынын. Оптовый базардан осынша қалам, Түркиядан әкелсем осыншаға түседі, Қырғызстаннан алып келсем осыншаға түседі. Сол кезде сен бұл саланың экспертімін деп айта аласың. Осыны білмесең, просто бірдеңеге кіріп кеттің деген сөз. Тоже шығамыз. Келесі. Так, келесі тағы да. Молодец. Осылай ұмтылу керек қой, ұмтылу керек. Айналайындар, бер қараңдаршы. Білімсіз ештеңе жасай алмайсың. Келісесіздер ме? Білімің жоқ болса, үйде сала алмайсың, тамақ тапсыра алмайсың, киім де сыра алмайсың. Бизнесті білімсіз жасай алмайсыңдар. Біз ең керек білімді беріп отырмыз. Ең қажет білімді беріп отырмыз. Ең қажет. Түйінін ғане. Университеттегі қаптатып, бәленбай білім, тарих, экономика, философия, тағы бірдеңке емес. Табыс табатын ғане білім. Ішіндегі іріктеп алып, сөлін ғане беріп отырмыз. Сөлін ғане. Айта ғой? Екіншісін айтайын ба? Сұраныс. Қалай білеміз? Сұраныс не үшін керек? Нарықта адамдарға қажет пе, қажет емес. Оны қалай білеміз? Оны білу үшін компанияларға барамыз. Жоқ, бармаймыз. Сұраныс бар ма, жоқ па, сен үйде отырып білуің керек. Интернеттен. Қалай? Қанды қол. Жоқ. Тұрат, сен немен айналысайын дедің өзің?
Мен әрі анықтаған жоқпын. Давай. Бірақ 50. Қашпаңыз, қашпа. Неге қашасыз? Сары көйлек киген қарындас. Тұрыңыз. Бер жағында отырған. Білімсіз. Давай, қазір қайталау болады. Қайталау білім анасы. Құрғаны сырғытып оқи бергеннен бұл зачет үшін жасап жатқан жоқсыңдар. Қатты қағаз үшін оқытып жатқан жоқпыз. Нәтижесін көру үшін. Айта қойшы, сұранысты қайдан білеміз? Сұранысты ең бірінші таңдап алған салаңа байланысты біз жарнама жасап көруіміз Молодец. керек. Дұрыстап тұрып жарнама жасайсың. Тапсырыс келсе, Оферді жақсылап жасалап, сол кезде тапсырыс келсе, сұраныс бар, тапсырыс жоқ болса, сұраныс жоқ. Кейде тапсырыс келмеуі мүмкін, жарнамаң нашар болса. Жарнамаң нашар болса, тапсырыс келмейді әрине, оферің жоқ болса. Бүгін соны үйреміз жарнама жасау. Қалай сөйлейді? Үшінші, одан кейін пайданы көру керек. пайда бар ма жоқ па, қайдан білеміз? Егер де мысалға сен бір клиенттен қанша көлемде қалатын, егер Жақсы. тауармен Оны қалай санаймыз? айналысатын пайданы сатып алатын Да. неден көбейтеміз. Бірінші шарты өзіндік құнымен сатылатын бағаның арасында айырмасы. Екіншісі қалай білесің, пайдасы жоқ па? Екіншісі Көл. ол жерде бәсекелестеріңді анықтайсың. Да, қанды көл ме, көгілдір көл ме? Молодец. Ол клиенттердің, яғни Так, қазіргі жа- заманауи аттың үш аяғын анықтап алдық. Одан кейін ары қарай маңыздылығымен келе жатырмыз. Ең бастысы біліктілігің бар ма, сұраныс бар ма, пайда бар ма, маңыздылығымен келе жатырмыз. Төртінші қандай шарт? масштабтау. Сен ол таңдап алған салаңды көбейте аласың. Қалай білеміз? Керек. Егер де мысалға сен шағын ғана Жоқ, қалай? санына байланысты. Нақты 1 миллион теңге қоясың. Егер Одан айтасың, соны көбейтіп көресің. жоқ, 1 миллион теңге аламыз да пайдаға бөлеміз. Күніне, айына, мысалы 100 клиент, күніне 3 клиент, күніне 4 клиент керек екен. 4 клиент жақсы, мен таба аламын, без проблем дейсең, содан кейін келесі енді масштабтала ма жоқ па, қалай білеміз? Енді айтамыз, енді 2 миллион қоямыз, яғни табысымызды 2-ге көбейтеміз. Күніне 8 клиент. Мүмкін ба? Сонша қызметкерді таңдап алу мүмкін ба? Кеше ғана бойынша айтты, да, мүмкін, аға, проблема жоқ. Ана юрист айтады, жоқ, маған қиын. Ана шаштараз айтады, да, маған қиын, ол үшін үлкен помещение алуым керек. Енді айтам, 10 миллион мүмкін ба, мүмкін емес па? Түсінікті ме? Т деген табысты басында 1 миллионнан бастаймыз, содан кейін 2 миллион, содан кейін 5 миллион, содан кейін 10 миллион. Содан кейін ойша көреміз. Ойша көз жүгіртіп. Да, анша адам жиналам ба, осынша өндіре алам ба, осынша клиент таба алам ба деген сұрақтарға жауап бересің. Егер мүмкін десең, айтады, да, онда мына масштабтауға тұрады екен. Оны да жалғыз өзің емес, ондық айтып береді. Сен өзің айтасың, да, масштабтауға мен 9 балл қойып отырмын, ондық айтады. Дәлелде. Сен дәлелдеуің керек. Ондық сенің оппонентің, қарсылас айтады, ондық дәлелде деп отырады, ондық. Сен бәрін дәлелдеп шыға алсаң, емтиханнан тапсырған сияқты. Мына салаң жақсы. Саған путевка береміз, мына салаңды тестіледе ары қарай жүре қой айналайын. Бір сал емес, кеше отырдың ғой, бір емес. Кемінде 5-6 ат жүгіртесің. 10 сыншы отыр, айтады. Анауың нашар, анауыңның арқасы осал екен, мынауыңның неменесі тынысы нашар екен, мынауыңның мінезі нашар екен, мына атың салсаң болады деген, дәл осылай істелу керек. Келесі, аттың 4 аяғын анықтап алдық, келесі. Бесіншісі қаржы болып табылады. Қаржыны қалай анықтаймыз? 10 балл қоясың ба, 3 балл қоясың ба қаржыға? Дәл қазір бастап кете аласың ба? Мысалы, бастап кеткенге 10 миллион, 20 миллион ақша керек болатын болса, онда оны жылы жауып қою керек, онда қаз қуып жүрсін деген сөз. Инвестор керек болатын болса, қаз қуып жүрсін деген сөз. Сен қолындағы бар қаржымен бастай алатындай кәсіп болу керек дейсің. Бастап кете аламын десе айтасың, дәлелде. Бағана Ұлпан айтты ғой, цехқа. Ұлпан не істеді алдымен? Инстаграмын керемет қылып дамытып алды. Сатып, ана аяқ киім сатып, дамытып алды. Ана керемет итальяндық деңгейде аяқ киім тігіп жатқандар Ұлпанға өзі шықты. 4 кәсіпкер, 10-15 жылдық тәжірибесі бар. 60 миллион теңге, 600 мың доллар ма ақша салып тастаған кәсіпкерлер өзі келді Ұлпанға, айналайын Ұлпан, бірігіп істейікші, сен біздікін сатып берші деп. Алдымен Инстаграмға түгел дамытып алды. Сендерге үйретіп жатқанымыз қазір. Содан кейін кәсіпкерлер, динозаврлар жаңағы сияқты заводы бар, фабрикасы барлар өздері келетін болады. Давай бірігіп істейік деп. Әйтпесе 21 жастағы қыз, жап-жас қызға анандай кәсіпкердің басын иіп келуі ненің құдіреті? Нарық ұстап алды. Нарық ұстап алды, клиент ұстап алды. Кім клиент ұстаса, сол король. Кім клиент ұстап алды, сол король. Завод, фабрика деген былай. Так, жақсы, қаржын шешті, келесі. Жылдамдығы, егер сен оны аз уақыттың ішінде болса, 1 аптаның ішінде және 2 аптаның ішінде бастап кете аласың ба? Бастап кете алсаң, онда, иә, соның кейінгі? Одан кейін болашағы.
Одан кейін сен ол істі Жақсы көресің бе? жасауың керек. Жақсы көресің бе, жоқ па, қалай анықтаймыз? Сен, ол Қай уақытта ол дұрыс, тірлікті тыныш. жеңіл қиналмай жасасаң, оны Қай уақытта қиналмай жасайсың? сен жақсы көріп жасасаң. Жоқ, Егер саған шуламайықшы, табыс- шуламайықшы. табыс келіп жатса, Бірінші шарт табыс әкелу, екінші шарт ол жеңіл болу керек. қай уақытта жеңіл жасай аласың? Тынышталайықшы. Қай уақытта сен жеңіл жасайсың? Ол тірлікті беріліп Жоқ. ынтамен жасасаң. Дұрыс емес. Бейімділігің болған кезде, кеше мен көрсеттім ғой мына, волейболға бейімділігім бар, футболға бейімділігім жоқ. Егер мен футболмен айналысатын мені мәжбүрлесе, онда менде махаббат болмайды, келісесіңдер ғой. Бейімділігім жоқ, қиналып жасаған нәрсеге. Ал мынаған бейімділігім бар. Домбыра күй тартқанға бейімділігім жоқ, басқа бір нәрсеге бейімділігім бар. Мысалы да мен басқа неменеге мысалы. Сондықтан өзің 3 күнде белгіленеді. Мен кеше айттым ғой, келіншек күйін 3 күн үйреніп кете алсаң, сенде бейімділік бар. Ал келіншек күйін 1 ай мыжып үйренетін болсаң, саған домбыраға бейімділігің жоқ. Бизнеске тура сол сияқты. Келген кезде мысалы, кафель жасадың ба, массаж жасадың ба, сайт аштың ба, сату бөлімімен айналысайын дедің ба, 3-4 күннің ішінде сықылдатып кетсең, бізде сату бөлімінде өте тәжірибелі, 10 шақты жыл тәжірибесі бар, үлкен компанияда істеген, қазір Ардақ келді. Сонда өткен жол айтады да, бір атын жұмытып қалдым, бір жігіт келді, атың кім еді? Неге? Бір жігіт келді де, айтады, 3 күннен кейін прям сатырлап сатып кетті дейді. 3 күннен кейін, өткені табиғатында бар. Біреу 1 ай бойы әрең дұрыстап клиентпен сөйлесе алмайды, ұялады, дауысын күмәнге дұрыс жауап бере алмайды. Яғни ол оныкі емес. Ол оныкі емес. 5-ақ күннің ішінде анықталады. Ұзақ анықтап керек жоқ. Махаббат деген нәрсені ұмытыңдар. Ақша келе ме? Мен бұны жеңіл жасай алам ба? Болды. Жеңіл жасай алсаң, ол сенікі. Мысалы, мен завод фабриканы ашқан кезде, мен мысалы, мәсәкәмен тон тігу, жиһаз шығару, бәрі мен миымда тұрған жоқ. Мен ұйымдастыра алам. Кішкене ұйымдастыра алам. Соның кейін, мысалы, мен мебельный фабриканы ұстаған кезде, мен үлкен ақшам болды. Мысалы, 400-500 доллар ақша болды, соған салатындай. Енді кішкентайдан бастаған кезде, алдымен сен оны қолыңмен жасай алуың керек. Шағын, сендер бәрің шағын нәрсені жасап аласыңдар, өндіріс жасай алу үшін. Мысалы, есік жасау ма? Айтасың, мен есік жасайтын цех ашқым келеді, барасында 5-6 станок тауып алып, 5-6 мастерді қойып бастап кетем деу дұрыс емес. Алдымен сол есікті өзің жасай алуың керек, қолмен жасай алуың керек. Сол кезде сен дұрыс станок таңдай аласың, дұрыс мастер таңдай аласың. Есіктің жасалып жатқанын тексере аласың. Шағыннан бастайтын адам өз қолымен жасай алу керек. Мен қазір бір асхана ашып кетем, адамдар жинап алып, поварды қойып қоям да, официант қойып қоям деген дұрыс емес. Асхана ашу үшін алдымен өзің жаңағы пельменді пісіріп, палауды пісіріп өз қолыңмен білуің керек. Қандай күріш алу керек, қандай май алу керек, қандай ет алу керек, оны қалай қуыру керек, соны пісіру керек, соны білуің керек. Сол кезде сен дұрыс повар таңдай аласың, повардың жұмысын бақылай аласың. Киім тігу үшін де солай. Кішкентайдан бастайтын адам алдымен өз қолымен істей алу керек. Сол кезде ғана сен ары қарай дами бастайды. Жақсы, мына қызымыз бір 7 балға біледі екен. 7 балға біледі, 1-2 сұраққа жауап бере алмады. Қалғанда сендерге міне тағы да қайталап айттық. Үйге барғаннан кейін сіздерге ана презентацияны береді. Өтте анау бұл да бар ғой. Үлкен еңбекпен жазылған нәрсе. Және мен атқа салып қойып, ат ең біріншісі, маңыздысы аттың 4 аяғы. 1 аяқ кем болса ол ат шаба алмайды. Сонымен оны былай ауыстырдым, қаржыны әкеп аяғына салдым. Жоқ, қаржы емес. Ең алдымен аяғы, 4 аяғы. Өтте маңызды. Сонан кейін аузына қаржыны қойдым, естеріңе түседі бүйтіп. Аузына қаржыны қойдым, жүрегіне жақсы көрем дегенді қойдым, беліне жақсы саталама дегенді қойдым. Онан кейін үстіне, оны көзіне қою керек, болашағы бар ма? Сөйтіп жасасыншы, көзіне қою керек. Болашағы бар ма, жоқ па деген.